Ордалы жыланның ойранын қаржыландырған кім? Заигрались в войнушку, что ли? Хотели якобы взрослую жизнь поиграть. Жалпы 2016 жылы ғана соттар үкімдері арқылы террористік және экстремистік әртүрлі қылмыстар жасаған үшін 175 тұлға сотталған болатын. Террор деген тажал 6 жылда 17 полицей мен 19 бейбіт тұрғынның өмірін жалмады. Жер үстінде тозақ болса, сол тозақтан өттік қой біз. Тозақтың бір түрін өттік біз. Әлі де өтіп келе жатырмыз. Мадина Нұрғалиеваның жалғыз ұлы Арман террорлық ұйымдарға қаржылық көмек көрсеткен. Шетелдегі лаңкестерге бір емес бірнеше рет ақша аударыпты. Ата-ана үкілеген үмітінің қауіпті топтың уысына түскенін білегіне кісен салынғанда бірақ білді. Өзгенің баласына білім беріп, надандықпен күрескен мұғалім өз баласының адасқанын аңдамай қалған. В Египте учился со мной один друг. Он на меня вышел, оттуда, с Пакистана уже. Да, я сделал им, собрал свои деньги и отправил туда, в Пакистан. Жоғары дәрежеде бір өмір сүрейік деп тазаланамыз деп жүргенде, соны пайдаланып, бұларды басқа жаққа бұрып, өздерін миларын улап жібергенін тіпті өздері түсінбей қалды. Қайсысы бұрыс, қайсысы дұрыс, біз тіпті оны түсінбейміз де. Ол үшін енді терең бір білім болу керек қой. Бұл балаларда да терең білім де болған жоқ. Арманмен бірге діни білімі жоқ 42 адам сотталды. Дені экстремистік идеяны насихаттаған. Шегар асып кеткендерге демеушілік еткендердің саны 12. Я лично где-то около 4 или 5 тысяч долларов отправил. Сот кезінде айыпталушылар жат жерде жүрген жерлестерінің қаржыны жихадқа жинағанын білмедік деп ақталғанымен тергеу әрқайсысының кімге, қалай, қанша қаржы жібергенін бұлтартпас дәйектермен дәлелдеді. Жихадты мүлікпен жасаңдар деп әмір еткен жалған шайықтардың сандырағына иланған соқыр сенім құрбандары. Было тяжело, понимаете, я не думала, что 10,5 он возьмет. Өте қиын болды. 10 жылдан аса үкім кесті. Бір күні көршім келіп айтады, сені сыртыңнан террористің әйелі вахабит дейміз дейді. Оған да көндім, сабыр сақтауға тырысам. Арманмен ешқашан радикализм тақырыбына сөйлескен емеспіз. Жолдасыма іздеу жарияланған естігенде үйде хаос болды, айқай шу, жыладық. Ол шетелдегі танысына көмектескен мойындады. Арманда үйінде 4 баласы тағатсыздана күтеді. Үлкендері әкелерінің қапасқа қамалғанын біледі. Бірақ радикалды топтың торынан құтылу қаншалықты қиын екенін түсінбейді. Дінді желеу еткен құлқын құлдарын баласынан айырылған ананың да, жарын жоғалтқан әйелдің де, әкесіз қалған баланың да көз жасы ойландырмайды. Террорлық ұйымдарды қаржыландырды деп сотталғандардың ата-аналарының мұңы бір, проблемасы ортақ. Туған туыс теріс айналған, қоғам үрке қарайды. Әрбір жанұядан қарасаңыз, кәдімгі трагический өмірді, әр семьяны, осы балалардың, әр баланың артқы өмір өздерін санамағының өзінде ата-аналарының ауру болуы, екінің бір инсультпен құлады. Ер адам слабы болады екен, әкелерінің көбінің қайтыс болып кетуі. Немесе бауырларының да баршы бізде інісі кетті, ағасының өліп қалуы. Жағдайымыз өте қиын болып кетті. Ол кезде біз тек баламызды ойладық бірінші. Енді бәрі болар, бізде үміт болды, шығар-ау, бәрі жақсы болар-ау деген, бірақ енді бәрі нүктесі қойылып, балалар бәрі көп жылға кеткеннен кейін біздің ең ауыр күніміз сол кезде басталды өміріміз.
Шетелдік экстремистер Үміт Жүсіпованың да шаңырағын ойрандады. Олы Ермек, Арман сияқты лаңкестерге қаржы аударған. Бұл ауыртпалықты көтер алмай, жолдасының жүрегі сыр беріп, бақилық болды. Қайғыдан қан жұтқан аналарға ақпараттық талдау орталығы қолдау көрсетуде. Санаңа салып ойлаған кезде ол қаржыландырып жатыр екен, түрлі террористік нелерді, жұмыстар жасауына қаржы беріп атқан бұл есептеліп тұр ғой, шыннан ар жағын қарасаң арты енді барлық қаржыға келіп тіреледі ғой. Сонымен түсіндік, балдардың күнәсінің өте ауыр екенін. Қазақстан Республикасы терроризмді қаржыландырумен күрес туралы халықаралық конвенцияға Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің резолюцияларына қосылған. 2009 жылы елімізде қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заң қабылданды. Нәтижесінде соңғы 2 жылда терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға байланысты 33 қылмыс анықталып, 22 адам түрлі мерзімге сотталды. Қылмыстық кодекстің 258 бабы терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға тыйым салады. Қаржы министрлігі жанынан арнайы қаржы мониторингі комитеті құрылды. Құқық қорғау органдарымен күш біріктірген ұйым ұлттық санкциялық тізім құрды. Қаржылық мониторинг комитеті қазіргі таңда дүниежүзілік Egmont клубына кірген. Бұл бүкіл әлемдегі қаржылық барлаулардың бірлескен ұйымы. 819 жеке тұлға және 85 ұйым осы экстремизм мен терроризмді қаржыландыруға қатысы бар болғандықтан арнайы тізімге енгізілді. Бұл арнайы тізім өзінің шектеулерін қарастырады. Елімізде соңғы 3 жылда 19 лаңкестіктің алдалында. Күшті құрылымның қырағылығы болмаса, Гүлмира Жұмашева Атыраудың ортасын қан састар еді. Заң органдарына тіс қайраған 38 жастағы келіншек стратегиялық маңызы бар ғимараттарды жармақ болыпты. Террорлық актіні мектеп жасындағы өгей ұлына жүктеген. Гаранома или КМБ деп жазылған. КМБ-ны деп, сенің әкеңді өлтірген, әкеңді атқан солар деп, мен тапсырма беріп отырмын ғой, енді солай еді. Мұндай өшпенділіктің басты себебі салафизм ағымының улы уағызы. 2009 жылы сәждеге жығылған Гүлмира діни ұстаздарының түртпектеуімен алдымен тұмшаланады. Кейін Ахмат атты жігітпен танысып, некелеседі. Көп ұзамай намаз оқымайтындарды кәпір деп үкім шығаратын топтың шоқпарына айналады. 2012 жылдың қыркүйегінде Құлсары қаласында қарулы топ ішкі істер бөліміне шабуыл жасауға әрекеттенеді. Погон таққандарға қарсы қару кезенгендер діттегендеріне жетпегенде саяжайлардың бірінде жасырынады. Арнайы жасақтың беріліңдер деген бұйрығына бағынбағандармен әңгіме де қысқа. Ребята, давайте идти к примирению. Выходите по одному, ребята. Вы еще молодые, ребята. Вам жить надо. Бұл қақтығыста Гүлмира екі бірдей жақынын жоғалтты. Бейбіт қоғамға қауіп төндіргендердің бірі туған ағасы. Ал сол топқа жетекшілік еткен 37 жастағы Ахмат Балгереев күйеуі. Ашуға булыққан келіншек жақындарының өлімі үшін күшті құрылымдардан кек қайтаруды жоспарлапты. Стратегиялық ғимаратты жармақ болған. Ауыр қылмысқа 10 жасар өгей ұлын дайындаған делінеді тергеу құжаттарында. Сотта сондай-ақ жесір әйелдің мектеп жасындағы баланы ұрып соғып, еркінен тыс намаз оқуға мәжбүрлегені де айтылды. Намаздарына тұрмайды, оқымайды. Оны қазір білім алғаннан кейін түсіндік қой, олай емес екендігін. Ұрғандағы мен ойлайтын жақсы қазір ықыса қойсыншы. Ертең өсіп кетеді, әлім келмейді ғой, нән жүгіп болады ғой. Содан кейін ол уже неден тыйылғанын, неден тыйғанымды түсінеді ғой, әзір түсінбейді деп. Ал оның да тағы кейін ойланып отырсам, оның түсіндігінде өгеймін ғой мен. Өзім балдарым болса сөйтер ме еді, білмеймін ғой енді. 7 жылға сотталған Гүлмираның шартты түрде бостандыққа шыққанына 10 күн. Зайырлы қоғамның қыспағынан емес, жалғыз қызының сен террористсің бе деген сұрағынан қорқады.
қазір жаһандану заманының жастары осы діни білімге өте құштар. Сол кезде ата-ана оған жауап бере алатындай өзі сауатты болу керек. Егер ата-ана жауап бермесе оған, ол баланың санасында сұрақ, сол сұрақ бойында қалып қояды. Сондықтан ол бала оны интернет желісінен іздейді. 2011-2016 жылдар аралығында ел территориясында 1073 сайтта 1061 сілтеме бойынша жарияланған материалдарды сот заңсыз деп тапты. Бұған қоса улы уағыз насихатталған 115 ақпаратты авторлары өздері жойған. Интернет экстремизм мен терроризмді, қатыгездік пен зорлық зомбылықты, шетелдегі қарулы шиеленістерді насихаттап, жат жердегі соғысқа шақыратын теріс идеологияның алаңы боп тұр. Бұдан бұлай содырлардың сапына қосылған қазақстандықтар азаматтығынан айырылады. Бұл заң жүзінде бекітілген бап. Террорлық топтардың шырмауынан шыға алмай жүрген жерлестеріміздің саны шамамен 500-600. Ал орталық Азиядан қан сасыған майданға 5000-нан аса адам аттанған деген дерек бар. Глобальная проблема. Терроризм жаһандық проблема. Бірде-бір ел сақтандырылмаған. Даиш сынды террорлық ұйымдар билік пен ақшаны көздейтіндердің саясатының жемісі. Басты себептердің бірі әлеуметтік экономикалық қиындықтар, діни сауатсыздық. Елімізде жақында конституциялық реформа жасалды. Лаңкестерге жаза күшейтілді. Қазақстан өңірлік қауіпсіздікке үлкен мән береді. Күш біріктірмей саяси текетірес, идеологиялық алауыздықты жеңу мүмкін болмайтынын 90 жылдардың басында-ақ мәлімдеді. Нұрсұлтан Назарбаев ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымын құру туралы бастама көтергендердің бірі. Бұл жаһандық қауіп-қатерге қарсы ортақ қалқан дегенді қадап айтқан еді. Сирия мәселесіне қатысты Астана процесі де елбасының бейбітшілік бастамаларының нәтижесі. Халықаралық сарапшылар жауласып жатқан тараптарды бір үстелге отырғызудың өзі жеңіспен пара-пар деген баға берді. Жазықсыз жандардың қанын төгу, қай дін, қандай ағым ақтай алатын қылмыс сол. Айтыңдаршы, қанқұйлы. Қазіргі болып жатқан сол. Мұсылман адам бір адамды өлтірсе, адамзатты өлтірген. Қазір мұсылманды өлтіріп жатыр. Нағыз біздің дінімізге балта шабатын сол терроризмға ошақтан кететін болса, ол қайтып келмейді Қазақстанға. Қазақстан Біріккен Ұлттар ұйымы Қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі ретінде жұмысын Ауғанстаннан бастады. Бейбіт сүйгіш елдің президенті Нұрсұлтан Назарбаев өңір, жалпы әлем қауіпсіздігі үшін күресіп жүргендердің бірі. Сирияда жауласып жүргендерге диалог алаңын ұйымдастырды. Оның жаһандық қауіп-қатермен күрестің ортақ жүйесін құрып, сол арқылы террористерді тығырыққа тіреу керек деген ұсынысын әлемдік қауымдастық қолдап отыр. Ислам терроризмге қарсы бейбіт халықты өлтіріп жатқандар белгілі бір күштердің тапсырмасын орындайтын қылмыскерлер. Жантүршігерлік көрініс. Сирияның Идлиб провинциясында химиялық қару қолданылып, зарин газы 600-ден аса адамның өмірін жалмады. Әсіресе саясатқа да, дінге де, соғысқа да қатысы жоқ бейкүнә балаларды ажал тырнағынан арашалап қалу мүмкін болмады. Жалпы газдың бұл түріне уланған адам небәрі 10 минут өмір сүретін көрінеді. Заринді анықтау көп жағдайда мүмкін емес. Себебі оның не дәмі, не иісі жоқ. Бейбіт халыққа химиялық шабуыл жасау оқиғасын адамзаттың ақыры деп бағаласа болады. Сирия билігі бұл бүлікшілердің қастандығы деп мәлімдеді. Бірақ алпауыт держава Америка лаңкестерді емес, Башар Асад әскерін айыптады. Экономикалық санкциялар, саяси алауыздық, қарулануға ұмтылу әлемге тұрақтылық әкелмейді. Бұл терроризм, экстремизммен күресте тұсау. Ұлы державалар арасындағы шиеленісті экстремистер ұтымды пайдаланады. Не сол террористерді алпауыттар саяси мақсатқа жету үшін қару етеді.
Соғыс мұнаймен дараланған елдерде шығып отыр. Қалай ойлайсыз? Бұл сәйкестік пе әлде қандай да жоспар ма? Сол соғыстың зардабын Еуропада тартып отыр. Босқындар, теракт, геосаяси тұрақсыздықтың, алпауыттар амбициясының салдары. Тарихта да бар ғой. Соғысты төбедегілер бастайды, бірақ босып тозып кететін халық. Соғысқа дейінгі Сирия қандай еді? Бірнеше жыл бұрын таяу шығыстағы бұл елде фундаментализмнің ізі де жоқ болатын. Экономикасы қуатты, әлемге есігі ашық, тыныштық пен берекеде дамып келе жатқан зайырлы мемлекет еді. 7 жыл бұрын тәулігіне 370 мың баррель мұнай өндірілген. Ал қазірше тарихы бай елдің көне сәулет ескерткіштері қираған, бала жылаған, тауарға айналған қыз келіншек аукционға шығарылған. Шамамен 7-8 жыл бұрын бұнда 22 миллиондай халық болса, қазір 3 миллионнан сәл асады. Қылмыскерлер қолына түскенді қырды. Ал амалын тапқандар Еуропаға қарай босып кетті. Ертеректе Сирия турист үшін жұмақ мекен болды. Ал қазір бұнда жүрген шетелдіктер жихад үшін жиналған содырлар, және сол соғысып жатқандардың бірін ақтап, екіншісін даттап жүрген не ақш, не Ресей тілшілері ғана. Біріккен ұлттар ұйымының терроризм мен экстремизмге қарсы бірнеше құжаты бар. Қылмысқа төзуге болмайды. Бұрын атыс шабыс мұсылман елдерінде көп болса, қазір Париж, Ұлыбритания, Америкада да бомба жарылып жатыр. Геосаяси қақтығыс жойылмай, терроризм саяси ықпал етудің әдіс тәсілі болып қала бермек. Мұсылманбыз деп ұрандатқандардың бейбітшілікке шақыратын дінді бұрмалап, қанға малынған қолымен мұсылман елін тас талқан етулері ақылға сыймайды. Әлемнің 40-тан астам елінде өмір сүретін 1 миллиардтан астам мұсылман террористік ұйымдардың идеологиясын жақтамайды. Діндар емес, қару асынған қарақшылар деп қабылдайды. Сауалнама қорытындысы осындай. Соған қарамастан кейбір алпауыт мемлекеттер қылмысты дінге теліп әлек. Тұтас буынға экстремизм эпидемиясын жұқтырған кім? Жер планетасына қауіп төндіретін терроризм тізгіні кімнің уысында? Геосаяси ахуалдың ушыққаны кімге тиімді? Санкт-Петербурдағы терактіні көршілес елден келіп, Ресей Федерациясының азаматтығын алған адам жасады. Осындай оқиғалардан кейін Қазақстанның тәжірибесіне жүгінбекпіз. Террористерді азаматтығынан айырамыз. Амина Антифа қос боздағынан айырылған ана. Жылайды, бірақ көз жасын содырларға көрсетпейді. Үрей арқылы халықты ұршықша иіргісі келетін қылмыскерлердің қақпанынан қашып шықты. Өмірін тозаққа теңеген кейуана қазір немерелерімен босқындар лагерін паналап жүр. Махмуд деген ұлым үкімет әскерінің сапында соғысып жүр. Әрдайым үйден кетерде соңғы рет көріп тұрған шығармын деген ой жүрегімді сыздатады. Амандығын тілеймін. Жалпы Сириядағы соғыс жылдары 11 мың бала бақилық болыпты. Тағы 1 миллионы ата-анасымен бірге босып кеткен. Көбі тарихи отанын ұмытқан. Жер бетінде соғыстан басқада өмір барын білмейді. Себебі өмірге келгелі көргені өлім. Ашқұрсақ жеткіншектер Қазақстаннан келген қайырымдылық керуеніне қатты қуанды. Бұл соғыс кішкентай Нұрғалиевтердің де балалық шағын ұрлады. Ойын баласы террор деген сөздің адамзат үшін қауіпті екенін түсінеді. 21 ғасырдың тажалы Ясминнің әкесін қапасқа қаматты. Бауырларын жылатты.
Бесіктен белі шықпағандар 3 ай сайын түрме торауылдайды. Әкелерімен кездесуді тағатсыздана күтеді. Папа, я скучаю по тебе. Любимый торт, самый любимый это торт его, называется «Восторг». Специально заказываем за месяц вперед, чтобы был готов, вот и привозим ему. Это мне? Он поверил. Тәттіні жақсы көретін Арман қазір өмірдің ащы дәмін татуда. Бостандықты аңсайды. Балаларына жақсы білім берсем деп армандайды. Түрмеде тәртібі түзу, теологтардың сабағынан қалмайды. Бастысы адасқанын түсінді. Өкінет. Президентімізге рахмет айтқым келеді. Осы жағында жақсы хабар алып жатырмыз. Баламыздың ісі қаралып, жындары түсіп жатыр. Енді осы көп қалған жоқ. Енді жақын арада өзімізге оралып келеді деп үміттеміз. 2016 жылы экстремистік және террористік қылмыс жасаған 175 адам сотталды. Сондай-ақ шетелдегі террорлық ұйымдарға қосылмақ болған 278 жерлесіміздің шекарадан шығуына жол берілмеді. Жалпы соңғы 3 жылда күшті құрылымдар ел аумағында бейбіт ортаны ойрандамақ болған 19 террорлық актінің алдын алды. Пайғамбарымыздан мынандай бір хадис келеді: Алла Тағала сендердің киімдеріңе, түрлеріңе қарамайды дейді. Сендердің Алла Тағала жүректеріңе қарайды. Ең бірінші біздің діннің орталығы, діннің негізі ол адамның жүрегі, адамның ішкі жан дүниесі. Сол ішкі жан дүниені түзетпейінше адам бұл діндар болып есептелмейді. Қазір жастардың көпшілік қателігі бірінші сырт жаққа әсер береді. Сыртын өзгерткісі келеді. Қарап отырсаңыз жаңағыдай киімін өзгерткісі келеді. Елімізде лаңкестің әлеуметтік портреті жасалды. Бұл 14 пен 29 жас аралығындағы теологиялық білімі жоқ. Ұрлық, қарлық, қарақшылық, есірткі үшін сотталып шыққандар. Толық емес отбасыда өскен. Не ана тілін, не орыс тілін дұрыс меңгермей, дін мен дәстүрдің аражығын ажырата алмайтындар. Жихад деп жанкештілікке баратындар. Нәпсімен күрес ұғымын саясиландырып жүрген топтың қолындағы көсеу ғана. Дін олар үшін жай ғана шымылдық. Оны жамылып, өздерінің заңсыз іс-әрекеттерін кәпірлермен күрес деп негіздейді және өздерінің әрекеттерін ақтайды. Көбісі дін, ислам, джихад деген сөздерден хабары жоқ. Олар бұл мәселелерді арнайы діни білім алу арқылы емес, әлеуметтік желілер, интернет арқылы танысып біледі. Көбісі Құранды да оқымаған. Діни сауатсыздықтан, діни білімсіздіктен, надандықтың кесірінен болып жатқан оқиғалар. Ал енді ата-аналар жаңа жылап келеді, баламды бізге сауықтырып берші, бізде оңалту бөлімі бар ғой. Қазақ айтады, уды у қайтарады деп. Сол сияқты біз оның басындағы теріс діни ақпаратын дұрыс діни ақпаратпен, дұрыс сеніммен толықтыру үшін ол бір күндік шаруа емес. Ел ішінде дау көбейсе, ел сыртында жау көбейеді. Ведомствоаралық топ әр террорлық актіні жіті тергейді. Себеп салдарын саралайды. Діни ағартушылық шаралар күшейтілді. Облыстарда ақпараттық талдау орталықтары жұмыс істейді. Діни білім алғысы келетін кез келген азамат қаумалаған көп сұрақтың жауабын жалған әмірден емес, мешіттердегі имамдардан ала алады. Санасы мүгедек адам тура жолдан тайғанын түсініп, емделем десе, үкімет өзектен теппейді. Керісінше қолдайды. Түрмеге отырғызып, жазалау мақсат емес. Олардың шыққан қазір көбісі бостандыққа шығып жатыр. Шыққаннан кейін банковский карточка дейді, оны аша алмайды екен. Автомобильдерін сақтауды шектеуге қойылған екен. Сол мәселелерді шешу үшін біз ұлттық банктың, екінші дәрежедегі банктың, сосын поштаның қызметкерлерін, уәкілеттерін жинап, ол шектеулердің бәрі алып тастады.
Елімізде Орталық Азия бойынша жаһандық қауіп-қатерге қарсы тұрудың аймақтық хабы құрылмақ. Бұл халықаралық ұйымдардың экстремизм мен терроризм, есірткі мен қарудың заңсыз айналымы, тірі тауар трафигі, киберқылмыс пен заңсыз қаржылық операциялар бойынша тәжірибе алмасып, құқықтық заңнаманы жетілдірудің алаңы болмақ. Адасып жүрген адамдарға айтар едім, білім алмау ол нағыз сүріндіретін нәрсесі. Барлығын бір нәрсемен әкелсең білім алу керек деймін. Білімді алып, соны меңгеріп, соны жүрегіне жеткізу керек. Жүрегіне ол нүкте түйсе, түсінсе оны ар жағында, ол әр нәрсесіне дұрыстап қарайлайды. Ал тек қана тілде болып, көмейден өтпеген болса, себебі ерме де бар, адам да бар, шайтан да бар, адамның азғыруына еріп кетеді. Дауғат деген бұл өте қауіп нәрсе екен. Қазір ойлаймын, мен мысалы сол бай тілмен дауғат айтқан адамдардың артынан кетіп қалды деп ойлаймын біздің балдарымыз. Сондықтан өте қырағы болу керек, особенно әсіресе балдары өте жас ата-аналарға. Мама, папа, я хочу просить у вас прощения за то, что оставил вас, что все так вышло. Вы самые близкие мои люди, и я вас очень сильно люблю. И мне жаль, что я оставил вас в это время. Именно в это время, в вашем возрасте, когда я вам так нужен. Мама, это моя ошибка, и я за нее отвечу. Мама, я знаю, что тебе сейчас очень больно, и я прошу прощения. Дін әлемді байланыстыратын күш. Әлеуметтік мәдени институт. Адамды рухани жетілдіретін, жақсылыққа жетелейтін сенім. Тілінде теңдік, пейілінде кеңдік, бір шаңырақ астында бірлігі жарасқан ұлт пен ұлыстың отаны Қазақстанда қылышынан қан тамған зұлмат террорға жол жоқ.